семинарымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Семинарымыздың мақсаты бұл 3 ауданның білім беру ұйымдарында әзірленген авторлық бағдарламаларды талқылау, олардың тиімділігін бағалау және кеңінен тарату жолдарын қарастыру. Мұғалімдер мен білім беру мамандары арасында тәжірибе алмасуды ұйымдастыра отырып, оқыту сапасын арттыруға және инновациялық әдістерді енгізуге ықпал жасау. Семинарымызды бастамас бұрын, құрметті әріптестер, сіздерге түсіндірмелі жүргізіп өтейін. Осы Zoom платформасында өтетін болғандықтан, бұл уақыт шектеулі болғандықтан, өзі уақыт 40 минуттан кейін өшіп қайта қосылады. Бұл аралықта барлықтарыңыз қайта қосылып отырсаңыздар, 10-ден 12:00 уақыт аралығында өтеді. Семинар барысында кері байланысты осы Zoom платформасындағы чатқа және сіздерге мен Padlet платформасын сілтемесін жіберген болатынмын. Сол платформаға кері байланыстарыңызды жазып отырсаңыздар. Және де өтініш, бұл запись жүретін болғандықтан Zoom-да видеоларыңызды қосып, төмен жағына өздеріңіздің мектептеріңізді, аудандарыңызды көрсетіп қойсаңыздар. Келесі осы ғылыми тәжірибелік семинарға бүгінгі қатысып отырған мектебіміздің Жетісу ауданының білім бөлімінің әдіскері Наймангелдиева Гүлшарат Қошыбаевнаға сөз кезегі беріледі. Құрметті семинарға қатысушы әріптестер, сіздермен бүгін онлайн форматта өтейін деп отырған, мәліметтерге толы болатын семинарда кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі семинардың тақырыбын жаңа өздеріңізге айтып өткендей, инновациялық авторлық бағдарламаларды білім беру жүйесіне енгізу, оның ішінде тәжірибе, нәтижелер, болашақ атты маңызды шараның сәтті өтуіне шын жүректен тілектеспін. Бұл семинар сіздердің әрқайсыларыңызға шығармашылық ізденістеріңізді көрсетіп, тәжірибе алмасуға үлкен мүмкіндік беретініне сенімдімін. Жаңа идеялар мен тың жаңалықтар мен нәтижелі бастамалар көп болуына тілектеспін. Мынау білім саласындағы еңбектеріңізді әрі қарай дамуына, оқушылардың сапалы білім алуына зор үлес қосады деген сенімдемін. Және бүгінгі барлықтарыңызға сәттілік, шабыт және жемісті жұмыс тілеймін. Рахмет, Гүлшарат Қошыбаевна. Келесі кезек сөз мектебіміздің директоры Өмірбек Айтуғанұлына беріледі. Рахмет, Шолпан Жеңісовна. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі семинарымызға қош келіпсіздер. Енді бүгінгі семинар бойынша менің тақырыбым ол білім беру саласындағы жалпы мектебіміздегі жүргізіліп жатқан кейбір жобалар, соның ішінде мынау шетелдік білім беру жүйесінен мектебімізге өткізген көлеңкелі бір күн деген жобамыз. Сол бойынша менің баяндамам. Енді бұл көлеңкелі бір күн жобасы, бұл негізінен бізде мектептердегі жүргізілетін профориенталық кәсіптік бағдар беру жобасы. Бірақ бұл жобаның, біздегі жобадан, біз бұл жобаны Эстонияға барған кезде сол мектептерден көрдік. Мақсаты, айырмашылығы мынандай. Бірінші айырмашылығы бұл жоба мына оқушылардың арасында қатты танымал емес, әсіресе техникалық мамандықтарға, содан кейін белгісіз мамандықтарға оқушыларды тәрбиелеу үшін. Ал енді жалпы жарнама ретіндегі мамандықтарды өздері де біледі. Содан кейін ерекшелігі ол сол жобаға балаларды апарған кезде біз мысалға әдетте тек қана 1 сағатқа, 2 сағатқа ғана апарып жатамыз оқушыларды. Ол жерде оқушылар ол мамандықтың қыры мен сырын толық білмейді, толық түсінбей кетуі мүмкін. Ол жақта болатын болса бір күн арнайды. Көлеңкелі бір күн деген, аты айтып тұрғандай бір күн бойы көлеңке деген сол жаңағы қызметкер өзінің апарған оқушыларын, мысалы, ол жерде көп оқушы апармайды, біздегі сияқты бір класс апармайды, 3-4 оқушыдан аспайды.
соның қасында бір күн бойы жүреді көлеңкесі болып. Бір күн не істегендігін және жұмысын толық бастан аяғына шейін көреді. Содан кейін барып оқушы өзіне шешім қабылдайды. Осы қызмет маған керек па өміріме, керек емес па деген. Көп жағдайда оқушыға оң әсер етеді екен. Сондықтан біз осы жобаны өзіміздің мектебімізге енгіздік. Осы оқушыларымызды осы мамандықтарға көрсеттік. Мысалға мына жерде көріп отырсаңыздар, әсіресе техникалық мамандықтарға КТКТ арнасындағы режиссердің мамандығын апардық біз оқушыларды. Сол режиссураның аппаратында монтаж жасайтын программаны, соның барлығын көрді, түсірілімді оператормен жүрді. Содан кейін мысалға тіс дәрігерінде болды бір күн деген сияқты. Бұл көлеңкелі бір күн жобасы жалпы оқушыларға өте жақсы ұнады. Және осы жобаны енгізгеннен кейін оқушылар өздерінің осы пәнге деген қызығушылығын одан әрі арттырып, сенімділік орнады оқушылардың бойында осы пәнге. Бұл айланып келген кезде оқушылардың жоғарғы оқу орнын таңдаған кезде қателеспеуіне және біздің оқушылардың жоғарғы оқу орнына түсу көрсеткішін көтерді. Жалпы біздің оқушылардың жоғарғы оқу орындарына грантқа түсу көрсеткіші жоғары. Соның нәтижесі осы бағдарламаның аясы деп білеміз. Енді біздің тағы да бір қысқаша айтатын болсақ, біздің тағы да бір енгізген жобамыз ол мотивациялық карта. Жалпы қазіргі білім беру саласында тек қана оқушыға емес, сонымен қатар мұғалімге де мотивация керек. Кез келген қызмет иесіне мотивация керек. Сондықтан ол жерде мысалға Эстония, Финляндияда мотивация берудің тұтас картасы жасалынады. Және ол бойынша жоспарлы түрде бір реттік мотивациялар емес, жоспарлы түрде мотивациялық карталар жасалады. Оны да біз енгізген барысымыз бар. Содан кейінгі тағы да бір енгізгеніміз ол дамытушы сұхбат деген. Әсіресе оқушыларға байланысты дамытушы сұхбат өте жақсы жоба. Ол жерде жылына бір күн арнайы қойылады. Сол күнде оқушы, ата-ана және мұғалім үшеуі отырып, сол жерде оқушыдан сұхбаттасады. Мақсат оқушыны сұраққа алу емес, мақсат жалпы оқушының хал жағдайын білу, қазіргі ойын, идеясын, жоспарын, оның қорқынышы не, содан кейін алдыға қойған мақсаттары не деген сияқты сол бойынша кеңестер беру жоспары. Ол да өте жақсы жоба, оны да біз енгізіп отырмыз. Содан кейін енді өзіміздің істелінген бір жақсы бір жұмыстарымыз, ол енді көп мектептерде де бар, бірақ біз оны жоспарлы түрде мына оқуға құштар мектепті біз QR кодтар арқылы жүргізіп жатырмыз. Бұл жердегі енді біздің істеген нәрсеміз мына суреттен көріп отырсыздар. Бастауыш сыныптарда QR кодтар арқылы кітаптар барлық кабинеттерге қойылған. Сол жерден оқушылар QR код арқылы ертегіні оқиды, тек қана оқып қоймайды, сонымен қатар оны сахналайды. Ол бойынша біз телеарнадан да шықтық, насихатталып, КТКТ арнасынан шықтық QR кодтар арқылы. Және осы QR кодтарды мына біздің коворкинг орталығымызда осы QR кодтарды шығарып қойдық кітаптармен бірге. Сол жерден соткасынан ұялы телефоннан оқығысы келген оқушы QR кодтар арқылы осыны оқиды. Және топик жазып білмеймін. жатырмыз. Енді одан кейінгі бір үлкен бағыт, оқушыларға керек бағыт, ол тек қана интеллектуалды емес, оқушылардың табиғатқа құштарлығын дамыту арқылы олардың экологиялық тәрбиесін дамыту жасыл мектеп жобасымен жүзеге асырудамыз. Сол үшін арнайы түрде мектептің безендірілген. Ол жасыл өсімдіктер балаларға өте керек, себебі ол кислород береді. Қазіргі мысалға экологиялық жағдайда балалардың миының жақсы жұмыс істеуіне, оттегінің келуіне, жалпы баланың да үлкен ересек адамдардың да эмоционалдық түрде жақсы көңіл күйде болуына гүлдердің әсер ететіндігі ғылыми тұрғыда дәлелденген. Сондықтан біз тек қана физиологиялық тұрғыда ғана емес, сонымен қатар
эмоционалдық тұрғыда да жақсы көңіл күй қалыптастыру үшін осы бағытта жасыл мектеп жобасын жүзеге асырудамыз. Енді ол бойынша жылыжайымыз бар. Енді оның барлығын жалпы бірқатар біз жобаларды айтқанбыз, сондықтан сіздердің көп уақыттарыңызды алмаймыз. Ол бойынша енді біз осы жобалардың барлығын мектебіміздің әлсіз және күшті жақтары, мүмкіндіктері және кемшіліктері бойынша SWOT анализімізді көрсетіп, осы бойынша біз әлсіз жақтарымызға назар аударудамыз. Енді оны енді барлық мектептер істеп отырсыздар, бірақ мәселе сол әлсіз жақтардың нәтижесін көтеруге байланысты жұмыстың тиімділігінде. Жалпы қысқаша айтқан кезде біздің мектептің жобалары осындай жобалар бойынша бүгін семинарда енді ол жобаларды ары қарай оқу ісінің меңгерушілері мен мұғалімдер ары қарай тағы да таныстырады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Өмірбек Айтылғанұлы. Келесі бағдарлама бойынша келесі кезектегі мұғалімдер бірінен кейін бірі өзінің авторлық бағдарламаларын түсіндіріп кетсе, таныстырып кетсе, сонымен қатар қосылып отырған әріптестері өтініш сіздерге Zoom платформасында бізде запись жүруіне байланысты сіздер өздеріңіздің кері байланыстарыңызды чатта және берілген Padlet платформасында көрсетіп, нақты мектептеріңізді, аудандарыңызды көрсетіп жазып отырсаңыздар. Рахмет. Келесі кезекте. Гүлмира апай, даусыңыз шықпай отыр, даусыңызды қосып жіберіңіз. Гүлмира апай, даусыңызды қосыңыз, естілмей тұр. Басын бастайын ма, кете берейін ме? Бағдарламаның мақсаты барлық жастағы оқушыларға сабақтарда кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім қабылдауға үйрету. Бағдарламаның өзектілігі білім алушылардың бойына оқытудың жаңа технологиясын бастауыш сыныптарда қолданып, ғылыми зерттеушілік дағдысын дамыта отырып, азаматтық санасын сақтауға жеткізу болып табылады. Бағдарламаның міндеттері оқу материалын меңгерте отырып, мәліметтерді өздігінше жинауға итермелеу, қызығушылығын ояту, жеке тұлғаның интеллектуалдық дамуын қамтамасыз ету, әрбір оқушының нәтижеге жетуге деген талпынысын дамыту, шығармашылық және әңгімелесу тыңдау арқылы дамыту. Оқыту мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі білім берудегі басты айырмашылығы білім дайын күйінде берілмейді. Оқушыларға шығармашылық ойлау қабілетін көрсетуге, шешім қабылдауға, жауапкершілікті арттыруға мүмкіндік беру. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын әр сабағында пайдалану арқылы оқушыларға кез келген мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің таңдауға, саналы шешім қабылдауға бағыт бағдар беріп отырамын. Сыни тұрғысынан ойлау технологиясы 3 кезеңнен тұрады. Қызығушылықты ояту. Оқушы не біледі, не айта алатындығын анықтап, ойды қозғау арқылы белсенділігін арттыру. Мағынаны ажырату. Оқушы жаңа ақпаратпен танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмаларды орындайды. Ой толғаныс. Оқушы не үйренгенін саралап, салмақтап, оны қандай жағдайда қалай
қолдану керектігін ой елегінен өткізеді. Сыни тұрғысынан ойлау технологиясы не береді? Оқушыға өзі ғана емес, өзгенің іс-әрекетімен санасуға, ортада тәуелсіз өмір сүруге бейімделеді. Өз пікірін дәлелдеуге бағытталады. Жеке тұлғаның дұрыс қалыптасуына себепкер болады. Ал мұғалім түсіндіріп қана қоймай, оқушы пікіріне құрметпен қарайды. Оқушының сабақтағы іс-әрекетіне, әдіс-тәсіліне әділ баға беріп отырады. Жаңа тәсілдер мен әдістерді қолдана біледі. Әр кезде жол таба алатын шығармашыл ұстаз. Білім беру нәтижелері. Білімнің әртүрлі салаларында үнемі жаңартылып отыратын ақпараттық ағыммен жұмыс істей біледі. Ақпаратты топтастырудың әртүрлі әдістерін қолданады. Әртүрлі тәжірибені идеямен қабылдауды түсіну негізінде өзіндік пікірін дамыту. Өз ойларын ауызша және жазбаша басқаларға қатысты анық, сенімді және дұрыс білдіру. Өз оқуларымен өз бетінше айналысу, мүмкіндігін туғызу. Жауапкершілікті өз мойнына алу. Бірлескен шешім қабылдауға қатысу. Басқа адамдармен сындарлы қатынастар құру. Бөлімдері. Оқытудың жаңа технологиясын бастауыш сыныптарда қолданудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері авторлық бағдарламасының мазмұнын ұйымдастыру бойынша дүниетану пәнінен оқу жүктемесінің көлемі 3-ші сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды. Ал енді қорыта келетін болсақ, бағдарламаның негізгі мақсаты білім алушыны мұғалім мен сыныптастарымен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірін ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздеп отырып, қиындықты жеңуге баулу. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Гүлмира апай. Әріптестер, жалпы регламентті сақтасақ, бағдарламада көрсеткен уақыт бойынша жүрсеңіздер. Рахмет. Қайырлы күн, әріптестер. Мен Алматы қаласы Жетісу ауданы Сүйінбай атындағы номері 143-ші мектеп-лицейдің бастауыш сынып пән мұғалімі Ахмадиева Бақыт Раисовна. Менің бүгінгі ұсынып отырған сіздерге әдістемелік нұсқаулығымның тақырыбы жаңартылған бастауыштың білім мазмұны аясында пәнаралық байланысты жүзеге асырудың педагогикалық шарттары. Бұл бағдарламаның мақсаты жаңартылған білім мазмұны аясында бастауыш білім беру жүйесінде пәнаралық байланысты тиімді жүзеге асыру арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамыту. Ал бағдарламаның міндеті пәнаралық байланыстарды оқу процесінде жүйелі түрде енгізу, бастауыш сыныптарды оқыту барысында пәнаралық байланыс арқылы оқытудың ғылыми, әдістемелік, педагогикалық, психологиялық әдебиеттерді талдау, мазмұнын, мәнін ашу. Оқушының өмірге көзқарасының қалыптасуының негізі оның дүниетанымы жайлы түсінік беру және өзіндік шығармашылық іс-әрекетін дамытуды жүзеге асыру жолдарын анықтау. Ал енді пәнаралық байланыс дегеніміз не? Бұл әртүрлі пәндер арасындағы ақпараттық, концептуалды және әдіснамалық байланыстарды орнату. Бұл оқушылардың түрлі пәндер бойынша алған білімдерін біріктіріп, тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Пәнаралық байланыс педагогика ғылымының басты мәселесі болуымен бірге, қазіргі заманғы ғылымдардың интеграциялану тенденциясы жағдайында мектептер жүйесінің білім мазмұнын айқындаудың басты шарты болып саналады. Енді пәнаралық байланыстарды анықтаудың мақсаты болады. Өзара байланысқа түсетін оқу пәндерін саралап, іріктеп алу, байланыс бөлігі болған оқу пәндерінің әрқайсысының ерекшелігі,
пәнаралық байланыстың жаңағы жүзеге асыруы. Енді интеграция дегеніміз, яғни әр пәнді оқытуда пәнаралық байланыстарды ескере отырып, бір пәнде алынған білім басқа пәндерде қолданылуы керек. Оқушылардың белсенді қатысуы, оқушыларды өздігінен зерттеу, топтық жұмыс, шығармашылық тапсырмалар арқылы пәнаралық тапсырмаларды шешуге тарту. Құзыреттілікке бағытталған тәсілін қарасақ, оқушылардың пәнаралық білімді қолдану арқылы проблемаларды шешу дағдыларын дамыту. Жеке ерекшеліктерді ескеретін болсақ, әр оқушының даму деңгейі мен қызығушылықтарын ескере отырып, оқу процесін жеке тұлғаға бағыттау болады. Оқу бағдарламасының тиімділігі неде? Түсінік пен ойлауды дамыту. Пәнаралық байланыс оқушыларға бір пәннен алынған білімді басқа пәндерде қолдануға мүмкіндік береді. Бұл олардың түсінігін тереңдетеді. Екінші, оқушылардың белсенділігі. Оқушыларды тек теориялық біліммен шектемей, түрлі практикалық тапсырмалар арқылы білімдерін кеңейтеді. Шығармашылық қабілеттерді дамыту. Ол оқушыларды түрлі пәндерді біріктіріп, шығармашылық жұмыстарды орындауға мүмкіндік алады. Енді бағдарламаның нәтижелеріне тоқталатын болсақ, ол әртүрлі дағдылардың даму. Яғни оқушылардың сыни ойлау, топтық жұмыс, мәселелерді шешу қабілеті артады. Тәжірибелік дағдылардың қалыптасуы, ол оқушылардың тек теориялық емес, сондай-ақ практикалық дағдыларды да меңгереді. Оқу нәтижелерінің жақсаруы, ол пәнаралық байланыс арқылы оқушылардың білім деңгейі жоғарылайды. Олардың пәндерге деген қызығушылықтары артады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер. Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Сүйінбай атындағы 143-ші мектеп-лицейдің бастауыш пәні мұғалімі Макенова Шолпан Акимжановнамын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы жаңартылған бастауыштың білім мазмұны аясында пәнаралық байланысты жүзеге асырудың педагогикалық шарттары атты бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік нұсқаулық. Бағдарламаның мақсаты жаңартылған білім мазмұны аясында бастауыш білім беру жүйесінде пәнаралық байланысты тиімді жүзеге асыру арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін дамыту. Бағдарламаның міндеттері пәнаралық байланыстарды оқу процесінде жүйелі түрде енгізу. Бастауыш сыныптарды оқыту барысында пәнаралық байланыс арқылы оқытудың ғылыми, әдістемелік, педагогикалық, психологиялық әдебиеттерді талдау, мазмұнын, мәнін ашу. Оқушылардың өмірге көзқарасының қалыптасуының негізі, оның дүниетанымы жайлы түсінік беру және өзіндік шығармашылық іс-әрекеттерін дамытуды жүзеге асыру жолдарын анықтау. Жаңартылған білім мазмұны аясында мұғалімдер үшін кәсіби даму қажет. Мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру керек. Мұғалімдер үшін пәнаралық байланысты тиімді пайдалану бойынша оқу курстары, семинарлар ұйымдастырылу керек. Әдістемелік қолдаулар көрсетілу керек. Мұғалімдерге пәнаралық байланыс негізінде сабақ жоспарларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету керек. Математика және жаратылыстану пәндердің арасындағы пәнаралық байланыс. Математика мен жаратылыстану пәндері арасында байланыс орнату арқылы оқушылар табиғат құбылыстарын және олардың заңдылықтарын тереңірек түсінуге мүмкіндік алады. Бұл екі пәнді біріктіру
оқушыларға нақты өмірге байланысты мәселелерді шешуге көмектеседі. Оқушылар жаратылыстану сабағында табиғаттағы геометриялық пішіндерді, таулар, өзендер, ағаштарды зерттейді. Математика сабағында олар осы пішіндердің көлемін, ауданы мен ұзындығын есептеу үшін геометриялық формулаларды қолданады. Мысалы, оқушыларға таудың биіктігін өлшеу тапсырмасы беріледі. Математикада олар өлшеулерді жүргізу үшін тригонометрия мен геометрия әдістерін қолданады. Еңбекке баулу және бейнелеу өнері пәндерінің арасындағы пәнаралық байланыс. Еңбекке баулу мен бейнелеу өнері арасында байланыс оқушылардың шығармашылық және практикалық дағдыларын дамытады. Бұл пәндер оқушыларды заттарды жасауға, жобалар құруға, көркемдік қиялды пайдалануға және оларды шеберлікпен орындауға бағыттайды. Оқушылар бейнелеу өнері сабағында түрлі суреттер, мүсіндер немесе композициялар жасайды. Ал еңбекке баулу сабағында олар осы жұмыстарды жасау үшін қажетті құралдар мен материалдарды дұрыс пайдалану дағдысын үйренеді. Мысалы, оқушылар ағашта немесе басқа да материалдардан шығармашылық жұмыстар жасайды. Сонда олар тек суреттер салу емес, сонымен қатар материалдарды қалай дұрыс өңдеуге қауіпсіздік ережелерін сақтауға үйренеді. Жобалық жұмыс. Оқушыларға бірлесіп жұмыс істеуге тапсырма беріледі. Онда олар еңбекке баулу сабағында жасаған қолөнер бұйымдарын бейнелеу өнері сабағында көркем түрде көрсетуге тырысады. Мысалы, ағаштан немесе саздан жасалған мүсінді бейнелеу өнері сабағында түрлі түстермен бояп, шығармашылық жұмыстарын жалғастырады. Дүниетану мен жаратылыстану пәндер арасындағы байланыс. Табиғаттағы өзгерістер. Дүниетану пәнінде оқушылар табиғаттың маусымдық өзгерістерімен танысады. Олар жылдың әр мезгілінде табиғатта болатын өзгерістерді, жануарлардың көші, қоны, өсімдіктердің гүлдеуі мен түсін зерттейді. Жаратылыстану оқушылар бұл өзгерістердің ғылыми негіздерімен танысады. Мысалы, өсімдіктердің гүлдеуі, түсуі, күн сәулесінің ұзақтығы мен температураның өзгеруі сияқты құбылыстарды түсіндіреді. Қыс айлары мен өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік ету жағдайы мен дағдыларын зерттей отырып, олар осы құбылыстардың ғылыми тұрғыдан қалай түсіндірілетінін біледі. Жаратылыстану сабағында оқушылар күннің ұзаруын немесе қысқаруын себептерін түсінеді. Қорыта келе, бағдарламаның негізгі мақсаты оқушыларға өз білімін пәнаралық тұрғыдан біріктіруді үйрету, олардың шығармашылық ойлауын дамыту және олардың болашақта түрлі пәндер арасында байланыс орната білу дағдысын қалыптастыру. Назарларыңызға рахмет. Қарлығаш апай, бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен Турапаева Қарлыға Жұмажанова, Алматы қаласы Жетісу ауданы Сүйінбай атындағы 143-ші мектеп лицейдің бастауыш сынып мұғалімі, педагог, зерттеуші. Менің авторлық бағдарламам математика әлемінде деген тақырыпта алынған. Жұбаныш басып отырмадым ба? Халықаралық ғылым мен білімді қолдау орталығы, дарын зерттеу орталығы оқу әдістемелік кеңес мәжілісінде талқыланып, 2024 жылы 13 маусым номері 945-ші хаттама бойынша мақұлданған және баспаға ұсынылған Жәнибекова мен Күлжанованың пікір жазғандары болып табылады. Жұбаныш, сен қалып қойып жатсың. Математика әлемі атты авторлық бағдарлама оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары және элективті курстарды әзірлеу және әдістемелік қамтамасыз ету барысында барлық
деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды басшылыққа ала отырып, оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары мен элективті курстарды сараптамадан өткізу және оларды жаңартылған білім беру мазмұны аясында әдістемелік қамтамасыз ету туралы ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 319-3 білім туралы заңына байланысты сәйкес әзірленген. Бағдарлама мазмұнын аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат жүктеме берілген. Бағдарламаның өзектілігі жаңартылған білім стандартына сәйкес құрастырылған және 2-ші сынып оқушыларына арналған 34 сағаттық оқу жүктемесімен әзірленген. Мақсаты ойлаудың математикалық стилін, интеллектуалдық және сезімталдық қасиеттерді оқушыларға қалыптастыру, білімін тереңдету, кеңейту, логикалық есептерде тапқырлыққа баулу және қызығушылығын арттыру болып табылады. Міндеттері: бала тұлғасының дұрыс өсуіне, ақыл ойдың дамуына, оқушылардың интеллектуалдық, сезімталдық, еріктілік, белсенділік қалыптастыруы, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, математикаға деген ынтасын, қызығушылығын арттыру. Сонымен қоса жүзеге асырылатын формалары: практикалық сабақ, топтық жұмыстар, орындау, сайыс, сауалнама, зерттеу, ізденіс, ойыны, өз ойын ашық айта алатындығы, өз іс-әрекетіне қорытынды жасай біледі, шығармашылықпен жұмыс жасайды. Бағалау формалары: оқушылардың білім деңгейі, алға қойылған мақсат, жас ерекшеліктеріне қарай бағаланады. Сандарды дұрыс оқып жазуы, олардың шығу тарихын, кейбір сандардың сырлары туралы біледі, өз бетінше шығармашылық тапсырмалар құрастыруы, математикалық және дидактикалық ойындардың тапсырмаларын орындауын, геометриялық есептерді орындауының қалыптастырғанын ескеру қажет. Күтілетін нәтиже: оқушылар 2-ші сыныптың материалын толық меңгереді, сандар туралы толық ақпарат алады, геометриялық есептерді шығара алады, логикалық есеп шығара алады, сөз жұмбақ, ребус, шытырман шеше алады, шығармашылық тапсырмаларды орындай біледі, есепті түсініп талдап шығарады. Сонымен қатар мазмұндық бөлімі: қызықты математика әлеміне кіріспе 1 сағат, математика тарихынан 4 сағат, қазақтың киелі сандары 6 сағат, математикалық ойындар 4 сағат, дидактикалық ойындар 5 сағат, есептер шығару бөлімінде 9 сағат, геометриялық денелер атты бөлімінде 4 сағат берілген. Келесі. Жалпы қымыжы кіріктірілген, 34 қымыжы кіріктірілген, әрбір сабақ Қазақстан Республикасының білім стандартына сәйкес құрастырылған, сабақ құрылымы кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды бөлімнен тұрады. Әр сабақта логикалық есептер, дидактикалық ойындар, топтық жұмыс, жеке тапсырмалар қамтылған. Қорытынды: математикалық ұғымдарды терең меңгереді, логикалық ойлау қабілетін дамытады, геометриялық есептер мен күрделі тапсырмаларды шешуге машықтанады, шапшаң есептеу дағдыларын қалыптастырады. Сабақтар қысқа мерзімді жоспар, яғни қымызы негізінде құрастырылған, бұл оқыту процесін жүйелі және тиімді етеді. Оқушылардың қызығушылығын ояту үшін топтық жұмыстар, шығармашылық тапсырмалар, зерттеу әдістері қолданылады. Математикалық ұғымдарды терең меңгереді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, әріптестер. Қазір бізде Zoom-да уақыт шектеулі болғандықтан бізге уақыт бітті деп жатыр. Қазір қайтадан шығып, қайта қосыламыз әріптестер. Жұбаныш.